аталас бір ағам, бір туысқан ағам оғанда. Мен де қатынасымды үздім, өйткені мен ондай күйеуге шыққаннан намыстандым. Ішіне жын кіріп кеткен сияқты, білмеймін, бұтыс аяқтарды жерге қоқымын шығарып шағып, содан газ баллонды сүйреп кетіп қалды. Бахар көршілес Қытай Халық Республикасында дүниеге келген. 2000 жылдардың басында таныстарының шақыртуымен Алматы қаласына қоныс аударады. Өз сияқты қандаспен танысып табысады. Діндар жігіт демек тірлігі түзу деп қуанады. Бірақ жолдасы діни экстремистік таблиғи жамағат ұйымының мүшесі болып шықты. Индия, Бангладешқа 4 айға барып келемін деді. Онда да Құран кәрім үйренуге барам, уағыз тыңдаймыз деді. Керемет, Алламен байланысатын ұстазымыз бар деді. Дағуат етеміз 3 күннен бір қалада 3 күн тұрамыз, одан кейін 3 күн тұрғаннан кейін тағы бір басқа қалаға ауысамыз деді. Білімсіз, әркімнен көрінгеннен білім алған біреуден уағыз тыңдап жүре бересіңдер, сендердікі дұрыс емес. Ұстаздарыңыз сайтан деп айтам. Ислам дініне жатпайды, оның қасында сайтан жүреді. Таблиғи жамағат ұйымының негізін 1927 жылы Үндістандық Мұхаммед Ильяс Кандахлауи деген азамат қалаған. Ағым мүшелері 3-7-40 күн елді мекендерді аралап, дағуат айтумен айналысады. Сарыарқа аудандық соты 2013 жылы таблиғи жамағатты діни экстремистік ұйым деп танып, Қазақстан территориясында жұмысына тыйым салды. Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан аумағынан да бұл ағым аластатылды. Ол жамағаттың ұстанымы, оның тіпті бет келбеті, оның ойы біздің қазіргі зайырлы Қазақстанның өркениетке бара жатқан ел үшін бұл өте жат ағым болып есептеледі. Өзі жұмыс істемесе, оны өзін асырау үшін, өзін бала шағасын асырау үшін ол не істейді? Тек біреуден қайыр сұрауға тура келеді, немесе енді ол басқа бір қылмысқа да баруға мысалы сол дайын тұратын жамағат. Бахар жолдасымен заңды некеде 6 балалары бар. Бірақ отағасы олардың білім алуына қарсы. Жалпы таблиғшылар білім атты өлшеусіз қазынадан махрұм. Сондай-ақ Алла өзі асырайды деген желеумен отбасын қысы жазы тастап кете береді. Балаларды оқытпа дейді, бұл мектептен пайда жоқ дейді. Көмір тасимын, су тасимын, бізді үнемі аш қалтырып кетеді, 4 айға қаңғып кетеді. Көзімді басымда біткені қап-қарағып көгертіп ұрды. Мен білмедім, мен еркісіден таяқ жеп көрмегем. Күйеудің не екенін ұқпаймын, осы кезде мен күйеу ұрса, мен полицияға барып арыздануды да білмедім. Өзінің ағымдағы құрып достары бар, көп әйел алсаң болады екен деп айтыпты. Сосын ол келіскен. Таблиғи жамағатының қателігі осы заңды белшесінен басып, шариғатқа да қайшы болған нәрсені заңсыз миссионерлікпен айналысуға. Екінші қателігі бұл білімсіз діннің атынан сөйлеу. Білімсіз діннің атынан сөйлеу ол үлкен қасірет. Кейбір жастардың экстремистік әрекеттерге баруы, бүліктерге жол ашуы таблиғи жамағаты секілді басқа да елімізде тыйым салынған ағымдардың себебінен болып жатқандығын. Бахар балаларына мемлекеттен төленетін жәрдемақыны жарымдап, дағуатқа жұмсайтын кезбе жолдасының надандығынан қажыған. Теологтардан кеңес алып, өз құқы үшін күреспек.